Ассалаумағалейкум. Бүгін хворост қатырлақ жасаймыз және оның 3 түрін жасаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге 2 тал жұмыртқа, 2 үлкен қасық қант және 400 грамм ұн қажет. Осылардың барлығын жақсылап араластырып, нан илейміз. Кішкене қолға жабысады, себебі ішіне қант қосылды. Тәтті болғандықтан жабысып қалады. Пищевой пленкаға салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Оқтаумен жұқа қылып жайып аламыз. Өте жұқа болады. Сіздер де осылай кессеңіздер болады, болмаса пышақтың көмегімен де кесуге болады. Осындай ұзын бөліктерге бөліп аламыз. Және де барлығын көлемі бірдей болғаны дұрыс болады. Сонда біздің хворостымызда біркелкі бірдей болып шығады. Қатты ұзын болып кетпес үшін, қатты үлкен болып кетпес үшін, осылай орталарынан бөліп аламыз. Осындай ұзын пластинкалар болып шығады. Енді майға қорамыз. Шанышқының көмегімен бір жақ бөлігін осылай орап аламыз да майға салып қорамыз. Май орташа қатты болып газ жанбауы қажет. Плитамыз орташа жанып тұрса, қызып тұрса жақсы болады, қатты күйіп кетпейді.
Міне біздің бірінші нұсқадағы хворост дайын болды. Үстіне қант ұнтағын себеміз. Қараңыздар қандай әдемі болып шығады. Қонақ келгенде де дастарханға қойғанда өте әдемі болып көрінеді. Дастарханның көркін келтіреді десе де болады. Енді екінші нұсқаға келдік. Екінші нұсқасында төрт бұрышты бөліктерге бөлеміз, және де барлығы бірдей болу қажет. Видеодағыдай кесіп аламыз. Содан кейін екі жақ шетін бір-біріне жабыстырамыз. Новогодний фонариктер жасайтын едік қой қағаздан, сол сияқты болып шығады. Енді қызып тұрған майға қуырамыз. Осылай шанышқының көмегімен ары-бері жұлқылап, екі жағынан қуырып аламыз. Енді бөлек ыдысқа, темір ыдысқа 100 грамм қант және 50 мл су құямыз да араластырамыз. Газға қойып бір бұрқ етіп қыздырып аламыз. Дайын болған жаңағы хворостарымызды бір-бірден салып аламыз. Міне қыздар, екінші нұсқасы да дайын болды. Жаңа қант сиропына салынғандықтан дәмі өте керемет болып шықты. Енді кезекте үшінші нұсқа. Бұл өте жеңіл. 4 бұрышқа бөліп, немесе осылай қылып бөліп, турап майға қуырып аламыз. Міне біздің үшінші нұсқамыз дайын болды. Хворостың үстіне сгущенка құйсаңыздар болады. Оның үстіне мак сепсеңіздер болады, немесе шоколадтың ұнтағын қосыңыздар. Міне үш вариантымызда бізде дайын. Шаймен ішкенге, жегенге өте жақсы. Және де қолда бар заттардан жасалады.
менің каналыма тіркеліп мені қолдап кетіңіздер.